Қайырлы күн. Бүгін альфредо соусында паста пісіріп көрдім, өте дәмді шықты. Сковородкаға оливки майын құйып, солонкілеп туралған тауық етін, менде грудинка болды. Турап, екі беті қызарғанша жақсылап, осылай қуырып алдым. Аздап тұз, қара бұрыш қостым. Араластырып, екі жағы қызарып піскен соң, бөлек ыдысқа салып алдым. Сковородкаға қайта оливки майын құйып, көбек етіп туралған пияздарды салып, қызарғанша қуырдым. 3 зубчик чеснок майда етіп турап, чеснокты салып, пиязбен бірге 2-3 минуттай жақсылап қуырып алдым. Тұз қостым, бұрыш қостым. Араластырып, 300 мг 33% сливкиді құйдым. Сүт құюға да болады. Бір жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, соусқа қостым. Жақсылап араластырып, по вкусу специя қосуға болады. Менде орегано болды. 70-80 грамм теркадан өткізілген сыр қосып жақсылап араластырып, пісіп тұрған тауықтарды соусқа қосып, аздап араластырдым. Мен спагеттиді бөлек ыдысқа пісіріп, осы соусқа қостым. Өте дәмді, керемет болып шықты.